Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс осы аптаның жаңалықтар легін ұсынамыз. Биыл күзге қарай Ресейден Қазақстанға келетін мигрант саны одан сайын көбеймек. Бұл туралы Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі халықты жұмыспен қамту департаментінің өкілі Ерболат Абылхатин хабарлады. Шенеуніктің мәліметінше 1 мамырға дейін Қазақстанға 14 мың адам келген, оның 9 мыңы жұмыс істеуге рұқсат сұрап тапсырған. Қазір бізге пәтер жалдап, компания есебінен қонақ үйде тұра алатын нарықтағы жағдайы жақсылары келіп жатыр. Күзге қарай жұмыс істеп, нәпақа тапқысы келетін қарапайым жұмысшылар келуі мүмкін. Әзірге жаппай келіп жатыр деуге болмас, дейді Ерболат Абылхатин. Оның сөзінше, келіп жатқан ресейліктер негізінен Алматыға тоқтаған. Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі 4,9%. Бұл былтырғы көрсеткішпен бірдей. Қайсы бір елден жаппай келіп жатқандар жоқ. Қазір негізінен IT, қаржы банк саласы қызметкерлері келіп жатыр, дейді министрлік өкілі. Украина аумағында соғыс басталғалы бері кемінде 4113 бейбіт тұрғын қаза болған. Оның 264-і бала. Донецк және Луганск облысында ұзын саны 2337 адам қаза болған. 144-і ресейшіл сепаратистер бақылауындағы ауданда тұрған. Соғыс кезінде 5000-ға жуық адам жараланған, 421-і бала. Қаза болғандар мен жараланғандардың басым бөлігі әуе соққысы кезінде немесе атқылаулар кезінде опат болған немесе жараланған. Біріккен ұлттар ұйымының пікірінше қаза болған бұдан да көп, себебі көп хабарлама әлі тексерілмеген. Ұрыс жүріп жатқан аймақтан ақпараттар кешігіп жетеді. Бұл бейбіт тұрғындары қырғынға ұшыраған Мариуполь, Изюм, Попасная сияқты елді мекендерге қатысты. Еуропа одағы Ресейдің Украинаға басқыншылығына байланысты жаңа санкцияны мақұлдады. Ол Ресей мұнайына ішінара эмбарго қоюды қарастырды. Санкция күшіне енсе, Еуроодақ 6 ай бойы Ресей мұнайынан 8 ай бойы мұнай өнімдерінен бас тартады. Бұған қоса Сбербанк және тағы 2 ірі банк банкаралық коммуникация жүйесінен ажыратылады. Буча мен Мариупольдегі қылмыстар мен Кремльдің әскери насихатына қатысы бар тұлғаларға жеке санкция салынады. Олардың тізімі кейін жарияланады. Еуропа кеңесінің мәлімдемесіне сәйкес географиялық жағдайға байланысты баламасы жоқ мұнай құбырлары арқылы тасымалданатын шикізатқа ғана уақытша шектеу қойылмайды. Еуроодақ аумағында ресейлік РТР Планета Россия 24 және ТВ-центр телеарналары хабар таратуын тоқтатады. Еуропа кеңесі 3 маусым күнгі хабарламасында Ресей үкіметі бұл арналарды Украинадағы соғыс жайлы жалған ақпарат тарату үшін пайдаланады деп жазған. Еуропа одағы сонымен бірге бірқатар тауарларға, атап айтқанда химиялық қаруға қолданылуы мүмкін өнімдерді Ресей мен Беларуське экспорттауға шектеу қойды. Санкция бұған қоса Ресейге есеп-қисап пиар кеңес бұл технологиясы бойынша қызмет көрсетуге тыйым салады. 3 маусым күні футболдан Ұлттар лигасында Қазақстан құрамасы өз алаңында Әзербайжанды жеңді. Бұл жеңістен кейін Қазақстан топта 1-ші орынға шықты. Қазақстан құрамасы бірінші кездесуін Нұр-Сұлтан қаласында Әзербайжан құрамасына қарсы өткізіп, 2-0 есебімен жеңіске жетті. Осылайша Магомед Адиев құраманың бас бапкері ретінде өткізген алғашқы кездесуін жеңіспен бастады. Матчтың бірінші кезеңінде есеп ашылмады. Екінші кезеңді Қазақстан құрамасы өте белсенді бастады. 50-ші минутта Абат Айымбетов есепті ашты. Арада тағы бірнеше минут өткеннен кейін Қазақстан құрамасы 2-ші голын соқты. 58-ші минутта Абат Айымбетов айып алаңына асырылған допқа бірінші жетті де есепті еселеді. Бұл нәтижеден кейін Қазақстан құрамасы Си тобының 3-ші себетте 1-ші орынға шықты. Айта кетейік, енді Қазақстан құрамасы 6-ші маусым күні Словакия, 10-ші маусым күні Беларусь құрамасына қарсы кездесу өткізеді. 2 ойында сырт алаңда болады. Апта жаңалықтар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақньюс.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.